Assalamu alaikum туғандар. Biz бүгін бұл Mercedes'ті обзор қылып береміз. Бұл Mercedes'ті мұның егесі өте жақсы вложение қылған екен да. Машинаны сүйген адам екен. Бірақ толық ақырына шейін шығарған емес. Ошоның вложение қылған, анан қылыш керек жақтарын сіздермен бір сыра обзор қылабыз кеттік. Бұл жерге стеклоочиститель адаптер. Бұнда өзі табышы қиын негізі. Бұл жерге кассета камерасымен қойып тұр. И жақсы вложениялардың арасында лобой қойып тұр туғандар. Антиблик лобой Қытайдан заказ беріп тұр. Бұның бағасы примерно бір 25-30 мың сомның тегерегінде түшіп тұр туғандар. Анан шынай жақшынақа болған диска қойып тұр. Диска азыркы учурда ең популярдуу моноблок дискалардан да. Бұл дисканы бағасы примерно 1,5 мың доллардың айланасында. Анан бұл крылоны қойған. Крыло примерно 2 тарабы 500 доллардың тегерегінде запчастың өзінің бағасы. Анан салонға келсек, салонын бір сыр обзор қылайды. Бұл жерге жұмшақ S-класстың сидениясын қойған. Өте жақсы болды. Бұл сидениялар азыр интернетте запчастардың бағаларын мен көріп отырмын. Бұл сиденияның бағасы примерно 1000-ден нарыда, 1000 доллардың тегерегінде. Анан азыркы учурда эски машиналардын рульдарын реставрация жақсы популярдууга ээ болуп атат. Бұл рульдун бағасы 550-450-нің айланасында. Анан бұл жағын AMG деген торпедаға қойып тұр. И бұл телефонды алып сатып қойып тұр туғандар. Бұл телефонның бағасы примерно бір 200-300 доллардың айланасында. Бұл видео 124 сүйүүчүлөргө, анан 124 жасайм деген адамдарға арналат. Если алып 124 жасайм десеңер, жақшы вложение менен башта кыла туғандар. Көпчүлүгү бюджетти расчетін албай, аяғына чейин чыгара албай, кыйналып калып атат да 124 жасайм депчи. Кече жакында биз Өзбекстанда бир видеону көрдүк, чыгарган. Кызыл ушундай 124 легандан жасап чыгарыптыр. Негизи жакшы оригинал буюмдарды койсо, чоң сумма вложение кылышка туура келип калат да туғандар. Ошон үчүн жасаардан мурун бир аз бюджетти караштырып анан жасасаңар жакшы болот. Анан арканкы лобойго тонировка басып тур. Калган жактары эң маанилүү жагы бул күрүштүл прямоток оригинал AMG. Анан бул машинанын сүйгөнүн, хозяиндин машинанын сүйгөндүгүнүн дагы бир себеби номер E500 балчок деп номер коюлган. И бул жагда эң главныйсычы самбуфер койгон. Самбуфер өзү эле 1,5 мың долларга айланасында бүтүптүр. Мындай самбуферлерди биз негизи жасатам десең деле кыйын, заморочка 2000 доллардын айланасында кетип калат. Өзү негизи жасатыш, бир нерсени жасатыш өзү кыйын да. Колдон келсе өзүң жасасаң, жакшы сервисиң болсо, өзүң колуңан өткөзсөң, анан жасап алам, жасап сатам деген максатта жасасаң, жаңылышып каласыңар да. Атак даярын сатып алыш өзү кымбат болуп атат, өзүңөр деле байкап көрүп атасыңар. Кичине жасалып, жакшы состояниялары 20 тегерегинде, 15-20 мың тегерегинде болуп атат. Поделка жасалгандарчы. Анан жакшы жасалгандар андан деле кымбат. Ошо бизди Уля автосалонуна бир аз кыргыз элинен бир сураныч бар эле. Кыргыз элим Уля автосалонун бир аз колдоп, поддержкадан берип, подписаться кнопкасын басып, репост кылып койсоңор, башка достор менен бөлүшүп дегендей. Кудай кааласа биз дагы болуп кетсек, кыргыз элине чоң салымдарыбызды кошобуз.
көп элдерге жардам беребиз, жардам берип келатабыз буюрса. Дагы ушундай ойдо биз дагы автоблогерствону баштадык буюрса. Бул машинаны биз Жалал Абад шаарында бир байкебизден сатып алдык, акабыздан. Буну минген эмес, алып саткан эмес пайдасына. Только видео тарткан эле сатып алдык, туугандар. Буюрса, бул Мерседести биздин видеолорубуздан тез көрүп турасыңар. Е500 Пули автосалон сиздер менен. Ассаламу алейкум.